Сәлем, достар. Арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыз сізге ұнап пайдасы тиет деп сенеміз. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне қазақ тіліндегі ұзақ әрі қызықты ертегі. Қиялдағы алтын қала. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, аспан жерге жақын, бұлттар төмен ұшып жүретін. Адамдар армандарымен өмірсін заманда бір мемлекет болған екен. Ол мемлекетті қиял елі деп атаған. Бұл елдің халқы еңбекқор, мейірімді, шыншыл болыпты. Ең ғажабы, бұл елдің ортасында алтыннан салынған бір қала болыпты. Оны ешкім таба алмайды екен. Себебі ол қала тек жүрегі таза, ниеті адал адамдарға ғана көрінеді екен. Бір күні алыстағы бір ауылда Әлихан атты бала өмір сүріпті. Ол өте ақылды, арманы көп бала болған. Әлихан әр кеште атасынан ертегі тыңдап қиялға беріліп, алтын қала бар ма екен. Бар болса, соны тауып, халқым үшін жақсылық әкелсем ғой деп армандайды екен. Атасы оған бір күні: балам, алтын қаланы көру үшін тек жүрегің таза болу керек. Тек өзің үшін емес, өзгелер үшін де армандай білу керек дейді. Содан Әлихан жолға шығады. Ол таулардан асады, орманнан өтеді, шөлде су іздеп шаршайды. Бірақ ешқашан арманы мен үмітінен бас тартпайды. Жолда оған түрлі сынақтар кездеседі. Жалған сөйлейтін адамдар, алтынға көзі тоймайтын саудагерлер, қорқытатын айдаһарлар, бірақ Әлихан ешқайсысынан тайынбайды. Бір күні ол қарт әженің көз жасын сүртеді, бір жетім баланың қарнын тойғызады, тіпті өз нанын бөлісіп жеген кездері де болады. Сол сәттерде ол ештеңе күтпейді, тек жүрегімен жақсылық жасайды. Жол үстінде адамдар оған ризашылықпен қарап, баталарын береді. Ақыры ол үлкен тауға жетеді. Таудың үстінде күн сәулесімен жарқырап тұрған бір қала көрінеді. Жақындап келсе, қаланың қақпасы өзінен өзі ашылады. Ішке кіргенде барлық нәрсе алтыннан, үйлер, ағаштар, өзен тасы, бәрі жарқырап тұр екен. Бірақ бұл байлық Әлиханды қызықтырмайды. Себебі ол өзінің мақсаты алтын емес, адамзатқа пайда әкелу екенін біледі. Қаланың қожайыны ақ жүрек ханзадасы келіп, оған былай дейді: Әлихан, сен адал жүрегіңмен алтын қаланы таптың. Бұл тек сен секілді таза жандарға ғана ашылатын әлем. Енді сен өз еліңе қайтып бар, осы жақсылық пен шындықты тарата жүр. Содан бері Әлихан еліне оралып, үлкен ғұламаға айналады. Ол адамдарға жақсылық жасаудың, адал болудың ең үлкен байлық екенін үйретіп, елін гүлдендіріпті. Сөйтіп қиялдағы алтын қала шын мәнінде жүректе екен. Ертегі осы, айтқан адам шежіресі бос емес, тыңдаған бала болашағы көркем елдің өсер ұрпағы. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болу біз үшін үлкен қуаныш. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.